Не істеп жатсыңдар? Шашлык пісіріп жатыр. Шашлык? Аха. Достарға сәлем дейміз. Сәлем, достар. Достар, білесіздер ма, біз бір нәрсе бүлдіріп деп тұрық қой. Біз бүгін пикник палочкамен дегустация болады бізде. Егер кішкенде болсын да, бұл мультик көре береді. Иә, тәуекел кішкентай, сондықтан да бұл мына жақта міне. Бүгін күшті видео түсіретін боламын. Мына пикник палочкамен дегустация болады достар. Ал, пикник палочканы аламасын деген қалады. Аяулым, Тамикош үшеуі ешқандай қолды пайдаланбай, тек пикник палочкамен тамақтанады. Видео түсіреміз тек қана сіздің қолын жей береміз арқалай. Айтпасай оны. Сонымен қазір біз күшті вкусняшкелерді дайындап қойдық. Сол вкусняшкелерді ешқандай қолды пайдаланбастан, мынау қолдарында тұрған тек қана пикник палочкамен ғана жейтін болады. Мә, достар, қазір қызық қойын деп тұр. Бұлар жей ала ма екен? Қазір көретін боламыз. Айтпақшы достар, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, бізге подписаться етіп, бізді қолдап кетіңіздер, иә? Қазір біз ойынымызды бастаймыз. Біз вкусняшкелеріміздің барлығын ашып дайындап алдық. Қазір мына жерде йогурттар бар. Мынау әдейі енді қолмен мына йогуртты аша алмайды ғой, сондықтан да мен қазір йогурттың ауыздарын ашып, бір-бір дайындап қойдым. Вообще-то қазір мына йогурт жейтін кезде полный қағазын ашып дайындап беретін боламын да. Ал қалғанын өздері жейтін болады. Ең бірінші қазір Аяла мен бастайын деп отыр. Аяла бірінші мармеладтан бастайын дейді. Ал, кеттік ал. Күшті кетті ғой. Ал, Тамирис екінші кезекте Тамикошта. Тамикешінде. Тамикош алауы. Қан, Тамикошта күшті ойнайды қазір бізге. Күшті жейді Тамикош. Десе Тами? Ал, жүр. Ал, Маған мен сияқты жүр. ал, давай Тамикош. Тамикош маршмелло жейді. Негіз бізде барлығы мармелад жеу керек еді. Жарайды. Или мармеладтан бастайсың? Иә, мармеладтан жеп көрсей Тамикош. Қомет жейсің? Мен надан жеймін. Рахмет берейін. Ма, алғысын. Ал, ала ғой енді. Хан, давай. Тами? Аяука, давай сен жеп бастыра бер. Мен Дым настроение болмайды. Қысқатайыншы. Ал, Аяука қайтып жейді екен қазір. Обязательно аяқмен жеу керек па? Енді бастысы қай жағымен болса да қолмен ұстамау керек. Ол Аяука соңғы жағымен жеп. Күшті. Енді келесі кезекте былай жасайық. Қазір мына йогуртты жеуден жарысайық та. Қызық болсын, иә, достар, иә? Мына йогуртты қолмен ұстау болмайды ғой, Аяла. Мына йогуртты қазір мен қағаздарын ашып беремін. Тек қана пикник палочкамен жейтін болады. Давайте кім бірінші тауысады екен көретін боламыз. Емі, достар, бізбен бірге болыңыздар. Қызық болайын деп. Ал, достар, біз бастап жатырмыз. Йогуртты кім бірінші тауысады, тек қана пикник палочкамен жейтін болады қазір. Ал, басталды. Аяла. Аяука, сен кәдімгі қол сияқты екен. Ой, бай, мынау деймін. Опырып жатыр ғой. Тамикош сен де же. Ойба, Аяла қырғын жеп жатыр ғой. Аю, сен вообще күшті. Кәдімгідей не сияқты, чайный ложка сияқты кетесің. Тами, жесей сен де бұл тез мыналардан қап кетесің, Тамикош. Өлем, мына жей алмай ма десем, мына опырды ғой, қайт жейді екен деп отыр. Баста бізде тәуекел отыр, достар. Қарны тоқ, бүкіл тәттіні беріп, бұны тойдырып. Уайым жоқ. Кәдімгідей таусайын деп қалыңдар ғой, е? Аяла. Аяукада да азғана. Базар, жоқ жеп қояды екесіңдер. Көріңіздер сияқты. Иә, сіздер де жасап көріңіздер, қызық бар. Өрнәме таусамын. Тап-таза тауысып жеуленің керек. Мә, қалай таусамын. Тамош, жесей сен? Мен тауыспадым. Тамирис.
ұшырасың деп қолмен ұстауға болмайды, аяла. Вообще болмайды. Ұтылдың мұнда. Ну ладно. Аяла өйтіп жылама деймін. Олай жыласаң өйтіп өшіріп тастайды. Аяла уже тауысты негізінен почти. Аяла сен ше? Менде кішкентай. Ал давай, қант көреміз енді. Ішін көреміз, қаншалықты жегенін. Мынау аяланың йогурты. Мынау почти қасықпен жеген сияқты тауысып қойыпты, достар. Йогуртын. Ал енді аяутікін көреміз. Аяу вообще жалап жегені. Аяу сен наоборот, сенікі ішінде көп қалып қалған ғой. Қарсайсың? Аяланыкінде ештеңе жоқ, таптаза, сенікінде наоборот қалып қалған. Мен әнші берем. Достар, енді осы йогурт жеуден бізде аяла жеңіске жетті. Енді аяла қазір бізде маршмеллоу жейтін болады. Бірақ қолмен ұстап. Мүлде қолмен ұстауға болмайды. Ал, давайте. Давайте. Айбай! Вообще жейді. Ал, давайте общені көреміз. Мен ұтатын шанасы. Ой, удобный жағын тауып алсын. Мақтасың ғой. Ал, енді аяла. Достар, сіздер байқап шығарсыздар, Тамикоштың онша көңіл-күй болмайды. Ол видео түсіретін кезде ұялып қалады біздің Тамикош. Сол үшін де қазір ойын аяла мен аяуканың арасында өтіп жатыр. Вай-о. Енді келесі кезекте мына Бебе Фокстың қытырлақ шоколадын жейміз. Окей? Аяла түсін ғой, я? Ал, кеттік, бірінші аяла басады. Давай. Нағадай, лабы бұғы. Түсір, ой, көр, тағы да бір көр. Алмайды. Давай тұрсын. Асықпай алып көрсен. Асықпай алып көр. Маплитим. Абай, асықпай апар аузына. О, қиын оймаған. Қиын емес, неге сен оның жолдарын тапсаң болады? Әпше күшті бір жолын тауып тұрып жүр. Көрш, сөйтіп жеп көрш, аяққа жаңағындай алып жеп көрш. Жоқ, олай емес, бағына. Иә, ал қазір аяла қара да сен әпшеге. Жоқ, олай емес, негіз басқа да бір жолы бар еді. Бұлай ма? Жоқ. Басқа бір жолын ең. Аяука жолын тауып кетті. Ал, енді келесі аяла. Аяла да әйтеуір жолдарын қарастырып отыр. Вай, молодец. Енді сәл бізде қиындаулар бар, я? Ол бізде Орео мен Яшкиноның мягкий вафлі. Кеттік алып көреміз. Енді бірінші аяла бастасын. Аяла бастайды. Мен жесін. Енді сол вафлі мен Орео печенье қалды, сол екеуін жесіңдер. Сосын мына жақта бізде напитка бар. Кеттік ал. Қолмен ұстама. Ооо, күшті жол тауып кетті аяла. Енді аяука. Солай жеген негіз ыңғайсыздау сияқты, я? Күшті. Ал енді ең соңғы жейтін нәрсе бізде Орео. Эй, аяла, вообще қолмен болмайды, ұстауға болмайды. Бірақ ұтылдың. Болмайды. Алынбайды о? Онда аяла ұтылады. Давайте онда әпше көрсін. Кішкене жақындатып аяукаға. Бұл дейтін бізге сән ғой. Бүйтесің? Вай-вой. Енді өстен әпше. Мына тұрсын қараңдар. Ой, бетінің кірі еще. Аман, ал депті. Ой, көрермендерге қойық. Ал аялада ең соңғы мүмкіндік Ореоны жеуге. Анасын қайтшы? Енді сен өзің бір жолын табуың керек, аяла. Біз көмектесе алмаймыз саған. Кішкене алып, кішкене. Ал тағы да бір рет тырысып көр. Сен қолыңнан келеді. Сен болмайды бұл саға. Жаңа кішкентай қалды. Мал. Ең соңғы рет бір мүмкіндік беріп көрейік, аяука. Ал көрейік. Мама! Кем? Мама! Ой, молодец.
жарайсың аяла. Иә. Ал Енді енді. бізде аяқ қолмен ұстамаңдар. Енді бізде ең соңғы бізде напитка қалды. Мынаны напитканы тәбетке ұстағысы келіп тұр, жарайды ұстай берсінші. Ал мынаны сендер ашып көруге тырысыңдар, иә. Мен ашайын. Бірінші каспулик аяла ашсын, иә. Қолмен ұстауға болмайды. Кім ашады сол ішеді. Болмай ма? Қайтадан мүмкін аша алатын шығарсың, мүмкін тұрсын. Тоже қайсысын ашатын ма? Мына жерінен бүйтіп ұстап тұрасың, бүйтіп тартасың жоғары қарай. Болмайды ашуға. Мен көрейін. Ол кезде ойын болмай қалады. Ал давай аяуын көрсін. Келесі кезек аяуында. Мамасы ашпен, отамын. Ал аяққа тырысып жатыр ашуға. Мен соқшысын кетті. Мама. Мен анчи берейін. Ал көрейік. Тәне көрсей не надо алып жейір. Қалай болып жатыр? Аттары кетеді ғана көрінше. Достар, өздеріңіз байқап қойғандай, мына сокты пикни палочкамен ешқайсысы аша алмады. Сондықтан да бүгін пикни палочкамен тамақтану барысында ешкім жеңімпаз емес. Достар, сіздерге видео қызықты болды деген ойдамыз. Видеоны лайк бас, комментарий жазып, бізді қолдап кетіңіздер, бізге жазылыңыздар, және де өздеріңізде осындай ойын ойнап көріңіздер.